Хадиша әженің қарттар үйіне келіп түскеніне бүгін тура 1 ай болды. Бастапқыда терезеге телміріп, іштей бөлектеніп жүретін. Қазір мұндағы өмірге де бойы үйреніп қалғандай. Келгелі ешкімге сыр ашып, әңгіме айтып көрмеген еді. Бүгін ғана өзінің жанындағы қатарлас әжелерге ішкі шерін тарқатып, бір жеңілдеп те қалды. Хадиша отбасында 10 қыздың 4-шісі еді. Әкесі де, анасы да қарапайым шаруа адамдары болды. Әкесі кеңшардың тракторын айдайтын. Мектеп бітірген соң Хадиша қанша жақсы оқыса да, жоғарғы оқу орнында оқи алмады. Әкесі кеңшардың конторына еден жуушы қылып жұмысқа қойды. Хадиша өзі ажарлы қыз еді. Төгілген ұзын шашы, қою қара қасы, тереңдеу орналасқан көзі, кішкене жұқа еріндері келбетіне жарасып тұратын. Бұл жұмысқа орналасқан алғашқы күн-ақ есепші жігіт Бурабайдың көзі бірден түсті. Өзінше жылы шырай танытып, жас қызды айналсоқтап жүрді. Бірақ Бурабай осыдан 5 жыл бұрын әйелін жер қойнына тапсырған 3-ші мүшеліндегі жігіт ағасы болатын. Бастапқыда Хадиша аға деп сыйласатын. Не дегенмен 18 жастағы қыз аңғалдығы болар, оның ішкі ойын түсінбеді. Кейіннен Бурабай Хадишаның әкесімен сөйлесіп, мәселені турасын қойды. Аға, өзіңіз жақсы білесіз, Мұхиттың анасы өлгелі 5 жылдан артық уақыт артта қалды. Осы кезге дейін көңілімді басқаға салып көрмеппін. Марқұм әйеліме деген көңілімнің адалдығы болар. Бірақ өзіңіз түсінесіз, ер адамға жалғыздық қиын екен. Байғұс қарт анама да обал болды. Ұлыма да ананың аялы алақаны жетіспейді. Көптен бері Хадишаңызға көзім түсіп жүр. Өзіңіздің алдыңыздан өтіп, батаңызды сұрап отырмын, деді Бурабай турасын. Баламай, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан шырағым. Әсіресе ер адамға жастай әйелден қалу оңай дейсің бе? Сен өзің жібі түзу жақсы баласың ғой. Қызымды әлі жас демесең. Хадиша өзі томаға тұйықтау, қалай болар екен деп кібіртіктегенімен соңында көнді. Сөйтті де Хадишаны шақырып алып: Қызым, мына Бурабай ағаң саған құда түсе келіпті. Мен батамды бердім. Жасы менен үлкен деме. Өзі жақсы, жібі түзу адам. Оған тисең жаман болмайсың, деді. Хадиша іштей тигісі келмеді, бірақ әкесі өзінен асып кете алмады. Қарсылықта білдірген жоқ. Үнсіз ғана басын изеп, келіскенін білдірді. Сөйтіп, күтпеген жерден Бурабаймен бас қосты. Шағын ғана той жасап, мұны үйіне алып келді. Әкесін қызғанған балалық па, қайдам, жас келінге Бурабайдың 5 жастағы ұлы да өзінше қыр көрсетіп жүрді. Ес білгелі тек қана суреттен көрген анасын алыс сапарда жүр, келеді деп ойлайтын періште көңілі алай-дүлей болып жатты бұл кезде. Өйткені Бурабайдың алғашқы некедегі жары Мұхитты босану сәтінде қайтыс болған еді. Содан бері ана сүтін деміп, мейірлі алақанын сезінбесе де, 9 ай көтерген анасын тірідей бір көруді аңсайтын қамкөңіл бала. Хадиша келді де үйдің ажары кірді. Қарт енесінің қазан ошақтан қолы босады. Көп өтпей-ақ Мұхитта өзінің екінші анасын жақсы көріп кетті. Хадиша одан бар жақсысын аяған жоқ, өгей деп қарамады. Өзінің туған баласындай мейірлене жақсы көрді. Аст үстіне түсіп, бәйек болып айтқанын жасайтын. Бірақ Хадиша өзі бала көтермеді. Мұнысына Бурабай да аса мазасыздана қойған жоқ. Неге көтермедің демеді. Осылай сынаптай зырғыған уақыт өте берді. Хадиша Бурабаймен махаббатпен бас қоспаса да, артынан бауыр басып жақсы көріп кетті. Мұхитта мектепті бітіріп, үлкен қалаға оқуға аттанды. Ауылдағы үлкен үйде екеуі ғана қалды. Сол кезде ғана Бурабай: Тағы да 1-2 тентек болғанда, я кемпір, үй қаңырап қалдау Мұхитжан кеткелі, деп қояды. Хадиша мұндайда үнсіз жымиып құтылатын. Күндер өтіп жатты. Мұхитта қаланың өміріне үйренді. Оқуының соңғы жылында жазғы демалыста келген кезде әкесіне болашақта қалада қалғысы келетін ниетінің бар екендігін аңғартты. Әке, ау балам, ауыл жақсы, я, емін еркін, тып-тыныш. Балам, қаланың қым-қуат тірлігінен шаршадың ба? Жоқ, қайта қала жақсы сияқты. Онда жастарға мүмкіндік көп. Осы біз қалаға көшсек қайтеді? Қой балам, қара шаңырақтан қол үзіп қайда барамыз? Бізге қала жақпайды, ауылға үйренгенбіз. Ондайды ойламаймыз да.
Бірақ оқу бітірген соң Мұхит шынымен де ауылға ат ізін салуды қойды. Қаланың өміріне бойы әбден үйреніп алған ол жұмысқа да орналасты. Енді әкесіне үй болса деген ниетін білдірді. Әкесі жалғызынан аясын ба? Бар малын сатып, қаладан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Темір тұлпарды да тізгіндетті. Бұл кезде қарттыққа бет алған әкенің денсаулығы да сыр беріп жүрген еді. Жиі ауырып қалатын. Мұндайда Хадиша жаны қалмай шалының бар жағдайын жасап отырады. Өйткені ол кетсе, жападан жалғыз қаларын білді. Бәкем-ау, сен болмасаң мен де жоқпын. Сондықтан ана жаққа бойұсынба. Мені ойла, жалғыздықтан қорқамын мен. Құдайдың құрығынан кім құтылған, Хадиша-ау? Өзіңді әкеңнен аманаттап алып едім. Ащысы мен тәттісі аралас өмірдің бар батпанын бірге көтеріп келеміз. Мұхитымыз да адам болып өз бетімен кетті. Енді қаусаған кәрі ағашта екеуміз қалдық. Сенің қасымда болғаның қандай жақсы. Осылай екеуі сыр ақтарысып отыратын. Ақыры Бурабай да өзін мазалаған ауыр науқастан бақи өмірге аттанып кете барды. Жалғыз ұлы өлігіне де келмеді. Артынан бір келіп төбе көрсетті де, жұмыс деген сылтаумен тайып тұрды. Хадиша баладан үмітін үзді, енді келмесіне көзі жетті. Бұның өмірі жалғыздықпен өрлей бастады. Даңғарада үйде өзі қалды. Таң атады, кеш батады, алданар алданыш таппады. Өткенді ойлады. Осы кезде ғана өз баласының болмағанына қынжылды. Бірақ бәрі кеш еді. Мұхит мүлде келуді қойды, тіпті қоңырауда шалмайтын болды. Өзі хабарласып сәл өкпесін білдіріп еді Мұхит. Ой апа, маған не дейсіз? Мен сіз секілді істер жұмысым жоқ, ерігіп отыр дейсіз бе? Күнде қоңырау шалатын. Жұмыстан қолым тимейді, сізде көп хабарласа бермеңіз деп тоқ етерін бірден айтты. Бұл да жалғыз қалған Хадишаға ауыр соққы болды. Енді шынымен де ешкімі жоқ екендігіне көзі жетті. Шалымнан қалған шаңырақты қаңыратпай, түтінін түтетіп отырсам да болар деп өзін өзі жұбатты. Ақыры қайырсыз кеткен перзент өзінің өгейлігін көрсетті. Бірде күн іңірге кірген шақта Мұхит келді. Ау балам, кештетіп қайдан жүрсің? Келгенің жақсы болды. Ертең әкеңнің басына барып қайтпақшы едім. Амансыз ба апа? Жоқ, мен ертеңгеден қалмаймын. Қайтамын қазір. Үйдің құжаттарын берші маған. Берейін. Бірақ ол құжатты қайтпексің деп сұрады. Суырмадан құжаттарды іздеп жатып Хадиша әже. Сатамын. Әкемнің жалғыз баласы мен. Бұл үйде менікі. Үйді сатамын деді де асығыс қайта шығып кетті. Хадиша әженің төбесінен жай түскендей болды. Беті бозарып көпке дейін есін жинай алмай қалды. Сол түні таң атқанша жылап шықты. Өзін де, өзгелерді де кінәлады. Өз-өзіне жауабы жоқ, сан сұрақтар қойды, жүрегі шәншіп кетті. Тіпті бұл азапты көргенше өліп қалсам ғой деп те ойлады. Бұл күні түнде ұзарып, таңды атпай кетті. Таң атағана көзі ілінген екен, есіктің тықылынан шошып оянды. Алдында бейтаныс адамдар тұр. Мән жайды сұрасып білді. Бұлар осы үйді сатып алған жаңа үй иелері екен. Бір-екі күнде босатарсыз деп ескертіп кетіп қалды. Бұл жолы іштей бәріне дайын болған қарт ана сыр білдірмей заттарын жинап жатты. Бірақ қайда баратынын өзге түгілі өзі де білмейді. Мұхитқа да өкпелі. Ең болмағанда шалының шаңырағында өлуін бұйыртпағаннан алды. Ертеңіне Мұхит келді де Хадиша апаны қарттар үйіне әкеліп тастады. Өзінше ақталып, оны-мұны айтып еді, Хадиша әже тіл қатқан жоқ. Үнсіз қалды. Содан бері Мұхит та іздеп келмеді. Кісі баласы кісеңдесеңде тұрмас, өз балаң өзегінен тепсеңде кетпес деген осы болар деп күбірлеп қояды кейде. Міне, бүгін өзі тағдырлас жандарға сырын ақтарып, бір жеңілдеп қалғандай болды. Ол өмірге ұрпақ әкелмесе де, өгей баласын туған ұлындай бағып қақты. Бірақ оның жақсылығы ескерусіз қалды. Десе де ол ешкімнен үміт күтпейді. Ақ жаулыққа дақ түсірмеген ана ендігі бар өмірінің де осы қарттар үйінде өтетініне көндіккен.